Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен гуляш ыстық тамағының рецептісімен бөлісетін боламын. Мені қолдап, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Ең алдымен қызып тұрған табамызға майымызды саламыз. Бұл менде топленое масло, тортасын айырған май деп аталады. Енді осы қызып тұрған майымызға етімізді салып қуыратын боламыз. Етіміз әбден қуырылып, суы шықты азғантай. Енді осы етіміздің үстіне сарымсағымызды саламыз. Сарымсағымызды салып, жақсылап қуырамыз. Қуырылып жатқан етіміздің үстіне тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне сәбізімізді саламыз. Күштен өткізілген. Сәбіз қуырылып болды. Енді осының үстіне томатымызды салып, араластырамыз. Қуырып болған соң, бір ас қасық ұнымызды салып, араластырамыз. Қуырылған соң қайнаған су құямыз. Тамағымыздың пісуіне 15 минут қалғанда керекті дәмдеуіштерімізді саламыз. Әркім өз қалауынша салады. Мен етке арналған дәмдеуіш қостым. Дәмдеуіштерімізді қосып араластырып, 15 минутқа бетін жауып қоямыз. 15 минут болды. Мінекей біздің тамағымыз дайын. Міне менің тамағым осындай болып шықты. Ас болсын. Дәмі өте керемет. Мен гарнирға пюре жасадым. Сіздер өз қалауларыңызбен жасасаңыздар болады.